Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі сабағымыз тақырыбы салауатты өмір салты. Грамматикалық минимум бойынша шартты рай іс-әрекеттің болу, болмау, орындалу мүмкіндігін шартын білдіреді. Шартты рай етістікке саяси жұрнағының жалғану арқылы жасалады. Мысалы, әлшер көп келсе, концерт қызықты өтеді. Кассаға барсам, билет түгел сатылып кетті. Егер бастық келсе, мына қағазды беру керек. Шартты райлы етістік тілек, арман, мақсат мәндерін білдіріп, сөйлемнің соңында келеді. Енді тапсырманы орындап шығайық. Тиісті орындарға саяси жұрнағы мен жүкті жалғауды қойыңыз. Бұл туралы ертең сөйлесе қайтеді. Әсем ертерек келсе, киноға барар едік. Осы мәселені бүгінгі жиналыста айтса болар еді. Сіздер тапсырманы осы айда бітіре алсаңыздар жақсы болар еді. Келесі тапсырма саяси формасын және ой, еді, екен, етті, маме құрымдарын қойып, сөйлемдерді толықтырыңыз. Тексеріп көріңіз. Әйтеуір барса болды. Бір ауызмен туралы айтса екен. Бармаса, өзім кете беремін. Ертең келсеңіздер де болар еді. Біз сіздерге бүгін барсақ бола ма? Шіркін, ауылға демалуға барып келсе ғой. Қараңғы түсіп кетпей, үйге ертерек жетсе еді. Семинарға мектеп мұғалімдері де қатысайын деп едік. Келесі тапсырма мағыналары қарама-қарсы сөздерді байланыстырыңыз. Бүгінгі, кешегі, ескі, жаңа, зиян, пайдалы, момын, ашушаң, ортақ, жеке, оңай, қиын, отандық, шетел. Келесі тапсырма тест сұрақтарына жауап беріңіз. Көп нүктелер орнына тиісті қосымшаны қойыңыз. Алыс, рақ. Сөйлемнің дұрыс нұсқасын көрсетіңіз. Бұл кезде Б жауабы болады. Асый қонақ бөлмесіне қарағанда кішірек. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойыңыз. Жұмысқа тезірек жеттіңіз. Нашарлау сөзінің антонимі. Жақсылау. Мақалды толықтырыңыз. Дұшпан күлдіріп айтады, дос жылатып айтады. Дос басқа қарайды, дұшпан аяққа қарайды. Ағаш тамырымен мықты, дос досымен мықты. Адал дос алтыннан қымбат. Соңғы сұрақ, оның пәтері қандай сұрағының жауабы? Пәтері тарлау. Енді оқылым бөлігі. Күзде өмір есігін ашқан жүз асайды деген мәтінге көңіл бөлейік. Оқып шыққаннан кейін келісесіз бе деген сұраққа жауап беріп көрейік. Адамның денсаулығы 100% өзіне байланысты. Денсаулықтың мықты болуы ата-ананың денсаулығымен тікелей байланысты. Денсаулықтың мықты болуы табиғаттан деп ойлаймын. Ал сіз қалай ойлайсыз? Келесі бізде сергіту сәті. Асқардың отбасы жайлы мәтінді оқыңыз, тапсырмаларды орындаңыз. Асқар Майраның күйеуі. Майра Асқардың әйелі. Олардың Алмас, Ерлан, Сәуле, Қанат деген балалары бар. Алмастың жасы 20-да, Ерлан 15-те, ал Қанат 10-да. Сәуленің жасы 8-де.
Дұрыс жауапты таңдаңыз. Майра Алмастың әпкесі, Асқардың әйелі, Қанаттың әйелі. Жауабы Асқардың әйелі. Ерлан Қанаттың інісі, Асқардың ұлы, Сәуленің күйеуі. Асқардың ұлы. Алмас Майраның ұлы, Сәуленің інісі, Асқардың інісі. Майраның ұлы. Сәуле Асқардың қарындасы, Қанаттың әпкесі, Ерланның қарындасы. Ерланның қарындасы. Қанат Сәуленің ағасы, Алмастың ағасы, Ерланның ағасы. Сәуленің ағасы. Сергіту сәтін әрі жалғастырамыз. Сөйлемдерді аяқтаңыз. Үйдің тұңғышының аты Алмас. Үйдің отағасының аты Асқар. Балалардың анасының есімі Майра. Үйдің кенжесінің аты Сәуле. Үйдің үшінші баласының аты Қанат. Әр сөзге анықтама беріңіз. Немере баласының баласы. Жиен қызының баласы. Нағашы анасының туыстары. Шаңырақ иесі отағасы немесе кенже ұлы. Отағасы, отбасы иесі, шаңырақ иесі. Келесі тыңданым бөлігі. Тыңдауымды мұқият тыңдап, алдарында тұрған сұрақтарға жауап беріп көрейік. Нөмірі 20-шы аудиофайл. Сұхбатты тыңдаңыз, сұрақтарға жауап беріңіз. Әсет, әлемдегі қызық заңдар туралы естігенің бар ма? Иә, Нұржан, өткенде ғаламтордан оқығаным бар. Кейбір заңдар тіпті күлкілі болса, ал кейбіреулері адамды ойландып тастайды. Мен бір-екі заң ғана білемін. Айтып берейін. Ал айта ғой, егер менікінен өзгеше болса, саған өзімнің білетінімді қосамын. Егер біздің елде әйелдердің көлік айдауы қалыпты болса, Сауд Арабиясы нәзік жандыларға көлік айдауға тыйым салады екен. Сондай-ақ, Сауд Арабиясында тұратын әйел азаматы дәрігер мамандығын емден алмайды. Бұған заң үзілді-кесілді қарсы. Сауд Арабияның біздің заңнан ерекшеленетін жақтары көп деп ойлаймын. Ал сен мына заңдарды естіп пе едің? Канадада радио толқын арқылы шырқалатын әр 5-ші әннің орындаушысы міндетті түрде канадалық азамат болуы керек. Сондықтан Селин Дион мен Брайан Адамның әні эфирден жиі беріледі екен. Ал француздар торайларды Наполеон деп атай алмайды екен. Бұл Наполеон Бонапартқа деген құрметтің бір белгісі болса керек. Ой пырмай, не деген отан сүйгіш заңдар десеңші. Ал сен Сингапурда болып бедің? Егер онда болсаң, менің айтқаныма таңғалмассың. Сингапурлықтар тазалық жанашырлар екен. Ол елге сағыз апаруға да, ол елде жүргенде сағыз шайнауға да тыйым салыныпты. Сонымен бірге көшеде кішкентай қоқыс тастайтын болсаң, 500 ақш долларын айыппұл ретінде төлейсің. Иә, таза болған жақсы ғой. Мен оларды құптаймын. Егер бізде де сондай заңдар қабылданса, жақсы болар еді деймін. Ал бірақ қытайлықтардың мына заңымен мүлдем келіспеймін. Қытайда суға батып бара жатқан адамды құтқару заңға қайшы әрекет болып саналады. Өйткені бұл әрекет адамның жеке өміріне қол сұғумен пара-пар. Шын айтасың ба? Сұмдық екен. Адамды құтқару әр адамның азаматтық борышы емес пе? Иә, әр елдің салты басқа деген осы екен ғой. Ал енді сұрақтарға жауап беріп көрейік. Сұхбат не туралы болды? Дұрыс нұсқаға белгісін қойыңыз. Әр елдің тағамдары туралы, әлемдегі заңдар туралы
әр елдегі күйіні әдебі туралы. Әлемдегі заңдар туралы. Әр мемлекеттегі заң туралы атап шықсаңыз. Бірінші мемлекеттің аты Сауд Арабия. Әйелдерге көлік жүргізуге және дәрігер болуға тыйым салынған. Келесі мемлекеттің атауы Канада. Радио толқында ән орындаушысы канадалық азаматы болу керек. Үшінші мемлекеттің аты Франция. Торайларды Наполеон деп атамайды. Бұл құрметтің бір белгісі. Келесі мемлекет Сингапур. Елге сағыз апаруға, сол елде сағыз шайнауға тыйым салынған. Ал соңғы мемлекет Қытай. Суға батып бара жатқан адамды құтқаруға болмайды. Адамның жеке өміріне қол сұғумен пара-пар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.